кеш қыздар, бүгін сіздермен кейк попс жасайтын боламыз. Менің есімім Дана Мырзакулова. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Маған шабыт беру мақсатында. Ары қарай сіздерге жаңа видеолар шығып тұрады. Кейк попсқа мен шоколадты пирогты басқа видеода жасағанмын. Соны көрсеңіздер болады. Описанияны астына қалдырамын сіздерге. Любой шоколадты болсын, басқа болсын, бисквит болсын, любой коржықтар бола береді. Осыны алып, және де сгущенка керек. Үгітесіздер. Майда етіп үгітеміз. Барлығын емес, примерно бір жартысын үгітеміз. Сіздерге қаншау керек, соған сай үгітесіздер. Қазіргі кезде торттардың бетіне қойғанға осы кейк попс хит болып жатыр. Майдалап, міне осылай үгітеміз. Барлығын майдалап үгіттім. Енді сгущенка қосам. Барлығын қоспайсыздар. Кішкене бір, міне, қазір көрсетсем. Екі ас қасықтар қосасыздар. Осыны енді біріктіреміз. Яғни бір-біріне жабысатындай бір бетінде болу керек. Домалақ шар етіп біз қазір жасаймыз. Перчаткамен бәрі неудобно. Мен шешіп қолмен жасамасам. 3-4 ас қасық сгущенканы қостық. Сгущенка болмаса, кәдімгі бір неден торттардан крем қалып қалады ғой. Соны да 3-4 ас қасық қосып жүрсеңіздер болады сгущенканың орнына. Содан кейін осылайынан майдалап, домалақ етіп жасап шығасыздар. Қазір хит болып жатыр осылар торттың бетіне қойғанға. Міне, как пирожная картошка бар емес па? Тура соған да ұқсайды. Дәл осыдан эскимода жасауға болады. Дәл осылай барлығын істеп, міне қараңыздар. Осында шпажкилер бар. Мен не үшін оны қойдым? Былайынан қыстырып қоямын қазір. Міне. Екіншісін аламын да қыстырам. Барлығын осылай домалақ етіп жайып, морозильникке примерно 1-2 сағатқа қатуына қойып қоямын. Кейк попстарымыз морозильникте 1-2 сағаттай тұрды. Холодильникке салсаңыздар да болады. Қатып қалады деп қатты қорықпаңыздар. Себебі комнатаға қонақтар келетін кезде қойған кезде еріп кетпейді, ол жағынан да уайымдамаңыздар. Өз формасын ұстап тұрады. Енді глазур жасаймыз. Глазур жасауға бізге 100 грамм ақ шоколад керек, және де сұйық май. Оливкая масланы да қоссаңыздар болады, немесе кәдімгі қарапайым тамаққа қосатын майды да қоссаңыздар болады. 100 немесе 50 грамм. 50 граммның өзі маған негізі жетіп қалады. Водяной баняда бұны ерітеміз. Қазір мен 50 грамм қосайын. Оған 10-15 граммдай май қосам. 48 50 болды. Енді қайттан басып 10-15 грамм қосам. 10-15. Все. Осыны водяной баняға немесе микроволновкаға ертіп аламыз. Мен водяной баняда ертуді жөн көрдім. Бана қараңдар. Осыны ертіп, кәдімгі ақ шоколад немесе қара шоколадты да қолдансаңыздар болады. Өздеріңіз қалауларыңыз. 1-2 минуттай тұрсаңыздар, осылай жеткілікті. Еріп әдемі болады. Міне қараңыздар. Водяной баняда осылай тез еріп кетеді. Кейк попстарымызды міне жаңағы глазурды ерттік. Енді осыны былай салып, 1-2 рет айналдырасыздар. Бір шетке қоясыздар. Дәл осылай барлығын 1-2 рет айналдырып саласыздар. Және де осыған өздеріңіздің посыпкаларды бетіп сеуіп жүрсеңіздер болады. Әдемі көрінеді, қараңыздар, әртүрлі посыпкаларды. Сеппесеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауларыңыз. Дәл осыны холодильникке немесе морозильникке бір 10 минутқа салсақ та өзі қатып әдемі болады. Торттардың бетіне декор ретінде қойғанға жақсы, және балдарға жегенге де жақсы. Отбасыларыңызды осындай тәтті дәмділермен қуантып жүре беріңіздер. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Каналға лайк басып, подписаться етіп қойыңыздар. Келесі видеолар тез шығу үшін колокольчикті басып қойсаңыздар, сіздерге бірінші болып видеолар көрінетін болады. Баршаңызға сәттілік.